Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін алмадан өте дәмді бәліш жасаймыз. Бөлме температурасындағы 2 дана жұмыртқаны қантымызды қосып, миксермен басында баяу, одан кейін қатты етіп, осылай 2 еселенгенше араластырамыз. Сары майымызды ерітілген қосып араластырамыз. Ұн қопсытқыш қосамыз. Айран қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұн електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Массамыз осындай қою, қоймалжың болу керек. Ванилин қосамыз. Жақсылап араластырамыз. 2 дана алманы осындай бөлшектерге бөліп, 3 мм көлемінде кесеміз. Формамызды жақсылап майлап аламыз. Жаңағы массамызды, яғни қамырымызды саламыз. Жаңағы кесілген алмаларымызды батырмай бетіне орналастырып шығамыз. Бетіне осылай тізіп қоясыздар. Қатты алманы түбіне дейін қамырға батырудың қажеті жоқ. Өйткені піскеннен кейін қамыр көтеріледі, алма бетінде гүл сияқты әдемі болады. Батырсаңыздар, алмаларыңыз қамырдың ішінде батып, бетіне көрінбей қалады. Осындай гүл сияқты қып барлық алманы тізіп шығамыз. градуста 30-35 минут пісіріп алдым. Сіздер өз пештеріңіздің градусына қарай пісіріп аласыздар. Осымен бәлішіміз міне әдемі болып пісті, қызарып. Қалауларыңызша бетін сахарный пудрамен әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді, жасалуы оңай. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, коммент жазып кетсеңіздер қуанып қаламын. Формадан да оңай алынады. Аяқ асты қонақ келген кезде де жасай салсаңыздар, жасалуы өте жеңіл. Әбден суытып барып кесесіздер. Миксермен міндетті түрде миксерлесеңіздер, осылай көтеріліп әдемі болып піседі. Маған тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ас болсын.